Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді жасымық, яғни чечевичный суп жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Менің арнамда осындай түрлі рецепттер бар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Біз ең алдымен сорпаны дайындау үшін барлық ингредиенттерді дайындап алсақ, ең алдымен бізге пияз қажет болады, және чеснок, оларды осылай ұсақтап турап аласыздар. Және де қалған көкөністер, яғни сәбізді де осылай төртбұрыштап, ұсақтап төртбұрыштап, және де картопты да осылай турап аласыздар. Және де ең басты ингредиент ол бізде жасымық. Жасымықты біз жақсылап тұрып 3-4 мәрте су мөлдір болғанша жақсылап жуып аласыздар. Барлық ингредиенттеріміз дайын болғанда дайындауға, яғни пісіруге кірісеміз. Ең алдымен біз кастрөлімізге сұйық майымызды және де сары майымызды салып, жақсылап орташа отта қыздырып аламыз. Кейін осы майымыздың пиязымызды салып, жақсылап тұрып қуырып аласыздар, яғни жұмсарғанша. Әбден қуырып алғаннан кейін үстіне чесногымызды және де сәбізімізді салып 4-5 минуттай орташа отта қуырып аласыздар. Үнемі араластыра отырып. Қуырып алғаннан кейін біз картопымызды саламыз. Картопымызды дәл солай араластыра отырып 5 минуттай қуырып аласыздар. Кейін біздің басты ингредиентіміз жасымықты қосамыз. Оны да араластырып 1-2 минуттай тағы да қуырып аласыздар. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне томат пастасын және де татымына қарай тұзды, паприка қоссаңыздар да болады. Паприканы қосып араластырып су құясыздар, қайнап тұрған ыстық суды. Не болмаса сорпа құйсаңыздар да болады. Мен ыстық қайнап тұрған су құйдым, 2 литрдай кетті менде. Сіздер өздеріңіздің сорпаларыңызға, мөлшерлеріңізге қарай құясыздар. Асып тұруы қажет барлығы видеодағыдай. Осындай етіп құйып алғаннан кейін бетін жауып қайнатуға қоясыздар. Қайнай бастағаннан баяу отта 30-35 минуттай пісіріп аласыздар. Кейін пісуге 10 минуттай қалған кезде бұрышты қосасыздар. Бұрыштың дәмі анық шығу үшін осылай пісуге 10 немесе 5 минут қалғанда қосу қажет. Кейін піскеннен кейін осылай жеке ыдысқа қажетіңізше алып пюре, яғни суп пюре жасауларыңызға болады. Мен 2 түрлі қып жасаймын үйдегілерге, суп пюре ішетіндерге, суп пюре ішпейтіндерге осындай етіп. Суп пюренің үстіне сіздер кішкене сұйық маймен қызыл бұрыштай кішкене ғана қыздырып қоссаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің сорпа дайын. Ас болсын.